барыш әлемде деген қызығушылық және танымдық қабілетін арттыру оқушыларға патриоттық сезімін ояту. Яғни бізде бүгін біз сендермен бірге тағы да бір мамандықпен танысамыз, ол бізде ғарышкер мамандығы. Алғашқы ғарышкер бұл бізде 1960 жылы Юрий Гагарин ағамыз ұшқан. Кеңес одағынан Юрий Гагарин 12 сәуір күні. Яғни бізде 12 сәуір күні ғарышкерлер мейрамы күні екен. Яғни біз Юрий Гагарин туралы бір видеоролик көрсете дейік. Mana bu шын Юрий Гагариннің шынымен алғаш рет ғарышқа ұшқан кезі. Армандар жоқ қалай орындалмай қалған. Бұл алғашқы біздің жаңағыдегі ең бірінші ракетамыз. Көші далла кезіп шаң болып, үстіміз кір бір ойынға мәз болып, қайда кетті балалық шарасында. Ей, орыстығы таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйірме кеш қалдық, сол пышағым орының арасында. Ұшқым келді менің ғарышқа, жерден алысқа, бала кездегі арман. Атқара енді құмар. Әрқашан ерлікке құштармыз, қажымас дарынды жастармыз. Жол салып ақмаңдай айға да, достарды жұлдызға бастармыз. Қанат берді еліміз, ұлы отанның ері біз. Ертең ақ Марсқа барамыз, ұшамыз біз айға да, ұшамыз біз ғарышқа, ғарышкер де боламыз. Бір минутқа болсын, сол балалық шақтағы кезіме қайта оралсам ғой шіркін. Ұшқым келді менің ғарышқа, жерден алысқа, бала кездегі арман. Уақыт зулап Юрий Гагариннен бұрын ғарышқа біздер ұшқан, иттер ұшқан, яғни бізде 1957 жылы бізде Лайка деген ит ұшқан екен. Яғни сол туралы бізде Карманова, Милана оқып баяндап береді екен. Ғарышқа ұшқан ең алғашқы тіршілік епті Лайка атты ит еді. Ит 1967 жылы еркеледік ойнап өстік ауылда, бар еді ғой достарым да жанымда. Есейдік пе айтшы досым.